дамыған елдердің топтары. Дамыған елдер деп қайсы елдерді айта аламыз? Америка, өте жақсы. Дамыған елдердің әлемдегі рөлі. Әлемдік жиынтық өнімнің 3-4 бөлігін өндіреді дамыған елдер. Ресурстардың басым бөлігін тұтынады. Жан басында жатқанда табыс көлемі ең жоғары елдер болып есептеледі. Халық саны жер шарының 17% бөлігін алып жатқан өте экономикасы 50%-дан асады. Халық саны 17 болғанымен әлемде ең бірінші ақш бастаған үлкен жетілік елдері Еуропаның дамыған елдері Еуропадағы оларға Канада, тағы Австралия, Жаңа Зеландия, Оңтүстік Африка Республикасы осындай елдер топтас құрайды екен. Сонымен қатар жаңа индустриялы елдер топтамасын айтуға болады, дамыған елдердің. Ол қандай елдер жаңа индустриялы елдер? Азия елдерін еске аламыз. Жапония тағы, Оңтүстік Корея тағы, жоқ, Қытай емес. Малайзия, Сингапур осы елдер жаңа индустриялы елдер топтасын құрайды екен. Дамыған елдердің классификациясы. Үлкен жетілік туралы алмайды. Үлкен жетілік туралы төрт топқа бөлінеді. Біріншісі жоғары дамыған елдер, екіншісі батыс Еуропа шағын капиталист елдер, үшіншісі қоныс аударған капитализм елдері, төртіншісі Азияда жаңа индустриялы елдер. Қоныс аударған капитализм елдерге мысалы Австралия, Жаңа Зеландия, Африка және Израиль жатады. Азиядағы индустриялық елдер Оңтүстік Корея, Сингапур, Тайвань мен Гонконг жатады. Өте жақсы, өте жақсы. Осы топшаны құрайды, төрт топқа бөлінеді екен. Бірінші топ өркениет локомотивтері деп айтылады, үлкен жетілік деп айтылады. Ол қандай елдер екен? ақш, Жапония, Германия, Франция, Ұлыбритания, Италия, Канада. Ерекшеліктері қандай екен бұл елдердің экономикадағы? Қызмет көрсету саласы мен сонымен қатар 500 жаңа трансұлттық корпорациялар осы елдерге тиесілі екен. Бірінші ақш Google-ды жасайды. Сонымен қатар автомобиль саласындағы үлкен компанияларды атай алсақ болады, трансұлттық. Ол қандай автомобиль компанияларды еске ала аламыз? Toyota концерні тағы, BMW деп жасындар, Mercedes деп жасындар, Mitsubishi деп жасындар, осындай үлкен корпорациялар. Елдері оларға Швейцария, Бельгия, Нидерланд жатады, және Скандинавия елдері, Австрия және ежелгі елдер, Монако, Лихтенштейн. Өте жақсы. Картада көрсетілген болса, батыс Еуропаның шағын елдері бұларда әлемдік экономикада өз орны бар екен, айрықша орындары бар. Бұлар әлемдік экономиканың көптеген салаларда жетекші орын алады екен. Кіші ел деп айтқандарымен Швейцария әлемдік қаржының қаншасы бар екен? 9%. Сағат өндірісінің қаншасы деп тұр? Сағат өндірісінің жетістіктері бар екен Нидерландыда? Кім айтады? Бұл дамыған елдер көптеген ұйымдардың орталығы болып есептеледі екен. Мынаны айтамыз, саяси рөлдерді кім айтады? Бейбарыс. Қандай ұйымдар бар екен? Брюссельде? Осы Еуропаның саяси орталықтарында, астаналарында осындай үлкен, сонымен қатар үлкен ұйымдардың штаб пәтерлері орналасқан екен. Қорытындылай айтқан кезде дамыған елдер экономикамен қатар әртүрлі дүниежүзілік ұйымдармен байланысты тығыз жасайды екен осы дамыған елдер. НАТО, Солтүстік Атлантика ұйымы, Еуропалық одақ, Біріккен ұлттар ұйымы осындай ұйымдардың штаб пәтерлері бар екен. Қоныс аударған капитализм елдер кім айтады? Қыздардың қоныс аударған капитализм. Израиль, Жаңа Зеландия, Оңтүстік Африка Республикасы. Тарихи бұрынғы Британия отарлары, Израильден басқасы. Ерекшелігі бірінші Еуропадан келген мигранттар капиталистік қатынастарды дайын күйге әкелді. Екіншісі тау-кен өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығы экспортының үлесі жоғары. Өте жақсы. Дүниежүзілік экономикада өз айрықша орындары бар екен. Бұлар көбінесе жаңағы айылдан айтқанда Еуропадан қоныс аударған ұлттар осы материктерді, Австралия материгіне, Солтүстік Америка материгіне бар, Канада елі құрды, Австралия мемлекетінің, Жаңа Зеландия,
мемлекеттік құрған екен осындай. Қонысаулар капитализм елдерін айтамыз. Азиядағы жаңа индустриялық топшаны кім айтады? Осы топтағы елдерді кім айтады? Республикасы Сингапур, Тайвань, Гонконг, Сянган, әлемнің 175% әлемдік жылы орталықтары, батыс айырмашылығы, экономикада мемлекеттің рөлі өте жоғары. Өте керемет. Өте тамаша. Азия жолбарыстар деп айтады екенбіз, бұл топтағы елдерде бұл жаңа индустриялық елдер даму моделін Жапон экономикасымен байланыстырған екен. Жапония экономикасымен байланыстырып, Азияның осындай елдері үлкен экономикалық жетістіктер, индустриясын өте жақсы дамытты, жоғары технологиялар қолданып, қандай автомобильдер бар екен. Жапон кәрістерді кім айтады? Корея, оңтүстік Кореяда қандай автомобильдер бар? Hyundai, Kia дейсіздер, өте жақсы. Осындай автомобильдер әлемдік бренд болып есептеледі. Жаңағы алдындағы айтқан 500 трансұлттық компаниялардың қатарында осы Корея, оңтүстік Корея Республикасының трансұлттық компанияларда үлесі зор десек болады екен. Сондықтан да Малайзия тұрмыстық әртүрлі бұйымдарды өндіруден жаңа технологиялар, нанотехнология енгізуде Сингапур мен Малайзия қазір озық елдердің қатарында болып есептеледі екен. Келесі топшаға өтеміз. Енді оқушылар тапсырма орындаймыз. Тапсырма орындаймыз. Тақтаның көмегімен сонымен қатар Google Earth бағдарламасын қолданамыз. Осы платформадан тапсырманы бастайық. Бірінші Мұхаммед Али оқимыз, тапшырып тақтадан орнынан оқимыз. Арақашықты өлшеу. Алматы мен Астананың арасы түзу сызықпен қанша километр, ал онымен жүргенде қанша болатынын салыстыру. Өте жақсы. Келесі Алаңды өлшеу. Мектебіміздің аумағын, телевизорден және алаңын өлшеп шығару. Күзет тапсырма. Жерорта теңізінің енді жерін анықтау. бұл платформа арқылы, Google Earth платформасы арқылы біз жер жаңағы ғаламшардағы көптеген жаңа дамыған елдер бар. Тақырыбымыз осы елдердің қалаларының арақашықтығын, сонымен қатар өнеркәсіп орталықтарын көруге мүмкіндік ала алады екенбіз. Оқушылар шағын топтарға бөлініп, Қазақстанның бір қаласын және бір өндіріс түрін таңдайды. Мысалы, Ақтауда мақта өңдеу зауытын ашу немесе Қостанайда көлік құрастыру зауытын ашу. Олар ChatGPT-ге мынадай нақты сұраныс промпт жазу керек. Олар сен тәжірибе экономист географсың. Біз қала аты, қаласында кәсіпорын түрі ашқымыз келеді. Осы кәсіпорынды ашудың тиімділігі мен қауіпін мына 4 фактор бойынша талдап берші. Біріншісі, шикізат базасының жақындығы. Екінші, инфрақұрылым мен жол, экологиялық әсері. Төртінші, жұмыс күші, жауапты кесте түрінде беру. Өте жақсы. Осы тапсырманы орындаймыз оқушылар. Осы оқушылар тапсырманы платформасы арқылы біз тапсырма орындайтын боламыз қазір. Осы тақырыпқа байланысты. Аллай, сұрақты оқып жүреміз. Қай елде еңгер өнеркәсіп өндірістері ерекшеленеді? Өте жақсы отырамыз. Ал енді жауап кім айтады осы? Қытай. Дұрыстап айтамыз. Ақш. Өте жақсы, тамаша. Келесі сұрақ өтеміз. Кім оқиды? Жабайылды. Мұнай, газ және табиғи. Қойсы. Осыға тоқтаймыз. Өте жақсы, тамаша. Екі сұрақ дұрыс болды. Нелей сұрақты оқимыз. Қызмет көрсету саласы жалпы ішкі өнімнің ең үлкен бөлігін құрайтын ел қайсысы? Қандай елде пайдасы бар? Франция. Дұрыс. Ең сұрақ оқы. Қай саладағы мүшелер экономикасын басты болды? Ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы. Сұрақ болды.
Muhammed Ali. Qaysi qo'shni qo'ydi? Hali qanday javob aytasizlar Osmon? Eksport negizida shikzat qataydi. İnovasyon. Altın tepdir. Halk köşküye sormaz. Hadi Osman. Dünyasız boyunca, ömrümüz boyunca yetekçi kim aytadi? Sayın. Say, göstergen, ödelersen. Sosyal verdiler. Eng жоғарғы урбанизация деңгейінде ең елде тасаңыз. Оқыстар, ұлтасыдан кім айтады? Қыпсасы екен, кімнің ойы ұшты? Урбанизация деңгейі ең жоғарғы елдері. Азия елі көрсіздер ма? Азия елі тоқтайды. Көп Азия тоқтайды. Солтүстік Еуропа елдері. Халқара Кыргызстан тек жоқ шығар. İspanya. Өте тамаша. Тамаша сұрақ. Жауапты дұрыс болды. Қанағаттандырылды. Өнеркәсіп дәстүрлі ауыр салалар қай елдерде басым? Дәстүрлі ауыр салалар. Германия екен. Дұрыс жауап берді. ақш-тен енді осы ары толқып кетейік. Силикон аңғары Америка құрама штаттардың Калифорния штатындағы байланысты телефон арқылы QR код бар, соған түсіреміз, бейбас түсіреміз. Әрқайсы жеке-жеке кіріңдер андай. байланысты телефон қолданамыз. Ұялы телефон қолданып, байланыс жасаймыз. Сонымен дамыған елде тұрып, байланыс қойдық. Кірдік па? Бейбас айт. Телефон қолданып Шырымызда сонымен байланыс жасап, маған жемесін. Мен өзім телефоннан қарап өтпейіз. Канада, Франция, Испания, Жапония. Өте тамаша. Елей шығамыз. Жаңа Зеландия өте тамаша. Брендтер ізімен үйіңіздегі немесе дүкендегі кез келген үш шетелдік тауарды телефон, киім, тұрмыстық техниканы таңдап алыңыз. Зерттеу жүргізесіздер осыған. Бұл бренд қай елдікі? Ол дамыған елдің қай тобына жатады? Осы елдердің қай компаниясына жататынын зерттейсіздер осыған. Алған үш затты. Брендтің шыққан елдің жазасында дамыған елдің қай тобына жатады? Соған қосасыздар. Экономикалық әсері қандай екен осы брендтің? Дүниежүзілік экономикаға әсері қандай екен? Осыны толықтырып үйден орындайсыздар. Өте жақсы бұл университет басшыма бар. Өте тамаша. Біз университет тапсырмамыз бар. Кері байланыс бар. Университет тапсырмамыз бар. Сонымен оқушылар бүгінгі сабағымызды жалпы қорыта келгенде жаңа технологияларды қолдану синхрондық сабақта жақсы деңгейде жүргізілді. Үш платформа берілді, үшеуімен де толыққанды бәрін оқушылар жұмыс жасалды. Тексеру кезінде көзіміз оған айсан естесек болады.
Енді ары қарай келешекте осы платформаларды дамытып, күнделікті сабағымызда тиімді қолданып, өмірімізге енгізуіміз керек екен. Күнделікті. Қазіргі жаһандану заманында, ақпараттық технологиялар заманында біз кітаппен ғана не істемеуіміз керек? Кітаппен ғана шектеліп қалмай, ары қарай осы платформалардың мүмкіндігін кеңінен қолдануымыз керек. Келешекте сендер үлкен оқу орындарына барасыздар, сонымен қатар экономикамызды дамытатын үлкен жаңағы өндіріс саласына, сонымен қатар технология саласына барған кезде осы алған білімдеріңді Қазақстан Республикасының экономикасына дамуына үлес қосатын азамат болып естисіңдер шығасыңдар. Өте тамаша. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңа бәріне рахмет. Бағалау процесін жаңа енгізіліп жатқан білім класс платформасы арқылы ести аламыз, әрқайсымыз алған бағаларымызды көре аламыз. Өте тамаша, рахмет.